Кешіріңіз, Өміржан мұғалім, микрофоныңызды қосасыз ба? Өшіп тұр микрофоныңыз. Ә, Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Биылғы жылғы мұғалімдерді аттестаттауда болып жатқан өзгешелікті барлықтарыңыз жақсы білесіздер, әріптестер. Осыған байланысты дарынды оқушылармен жұмыс және ақындыққа баулудың тиімді жолдары атты авторлық бағдарлама дайындағанмын. Авторлық бағдарлама 34 сағатқа негізделінген. Және де осы авторлық бағдарламаға әдістемелік құрал әзірлеп, оқу әдістемелік орталығыменен қазір жұмыс істеп жатырмын. Бүгінде сіздермен кездесуіміздің басты себебі де осы әдістемелік құралды әріптестерменен бөлісу, әріптестерге тарату. Соның ішінде бүгін міне ең алғашқы болып Бұқар Жырау ауданы сіздермен жолығудамын. Сіздермен жолыққаныма қуаныштымын. Менің аты жөнім Әбілқайырлы Өміржан, Абай ауданы Есенгелді ауылдық орта мектебінің мұғалімімін. Санатым зерттеуші. Ең әуелі тақырыптың өзектілігі сөз болады. Бұнда авторлық бағдарламаны алы алғанда қазірде бізде 261-ші оқу бағдарламасы бойынша 261-ші мақсат бар. Осында негізінен әдеби теорияларды зерттеу, әдеби шығармаларды тілдік тұрғыдан зерттеу жұмыстары жүктелген. Міне осы зерттеу жұмыстарды жүзеге асыру үшін де осы авторлық бағдарламаның беретін өзіндік рөлі бар. Авторлық бағдарламаны таратудағы, осы трансляциядағы негізгі мақсат, озық педагогикалық тәжірибені таратудағы негізгі мақсат дарынды оқушылармен жұмыс жүргізудің, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мен ақындыққа баулудың тиімді әдіс тәсілдерін басқа мұғалімдерге үлгі ету арқылы білім беру сапасын арттыру. Ал негізгі міндеттер дарынды оқушылармен жұмыста қолданылатын тиімді технологияларды, әдістемелік тәсілдерді тәжірибеге енгізу, шығармашылық қабілеті жоғары оқушыларды анықтау, дамыту және қолдаудың жүйелі жолдарын көрсету, оқушылардың поэтикалық тілін, көркемдік ойлауын дамытуға бағытталған жұмыс түрлерін тарату, әріптестер арасында тәжірибе алмасу арқылы кәсіби шеберлікті жетілдіру және білім сапасын көтеру, жаңашыл креативті педагогтың тәжірибесін жүйелендіріп, оқу үдерісіне тиімді ықпал ету. Зерттеу мен тәжірибелік негіз. Әдістемелік құралды әзірлеу барысында автордың бірнеше жыл бойы жинаған тәжірибесі, шығармашылық байқаулар мен поэзия үйірмелеріндегі нақты жұмыс үлгілері негізге алынды. Жинақта ұсынылған тәсілдер оқушылардың тіл байлығын арттыруға, көркемдік талғамын қалыптастыруға және өлең шығару машығын меңгертуге бағытталған. Осы шеберлік сынынан не күтеміз? Педагогтарға нақты мысалдар, практикалық тапсырмалар мен әдістемелік нұсқаулар арқылы бағдар беріп, оқу тәрбие үдерісін сапалы ұйымдастыруға мүмкіндік беретін жолдармен бөлісе отырып, дарынды оқушылармен жұмыс және ақындыққа баулудың тиімді жолдары, әдістемелік құралын тәжірибелерінде қолдануға ықпал жасау. Енді құралдың құрылымы мен мазмұны туралы қысқаша сипаттама бере кетейін. Бұнда әдістемелік құралдың бөлімдері, қамтылған теориялық және практикалық материалдар, қолданылу аясы мен мақсатты аудитория сөз болады. Негізі қолданылу аясы мен мақсатты аудитория мұғалімдер, мектеп әкімшілігі, әдіскерлер. Енді әдістемелік құралдың бөлімдеріне тоқталайық. Әдістемелік құрал 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі ұйқас түрлері. Енді әдебиет мұғалімдері біледі, ұйқастың қандай түрлері бар екенін. Қара өлең ұйқасы,
чұбыртпалы ұйқас, ерікті ұйқас, шалыс ұйқас, егіз ұйқас, аралас ұйқас туралы бірінші бөлімде берілсе, екінші бөлімде тілдің көркемдегіш құралдары туралы ақпараттар мен танысатын боласыздар. Онда біздер үшін, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері үшін аса қажет ақпараттар жинақталынған. Тілдің көркемдегіш құралдарына теңеу, эпитет, ассонанс, аллитерация, метафора, метонимия, кейіптеу, синекдоха, аллегория, ирония, гипербола, литота, қайталаудың түрлері. Жай қайталау, еспе қайталау, анафора, эпифора, риторикалық сұрақ, антитеза, градация сияқты тілдің көркемдегіш құралдарына бір сағаттан бөлінген, жеке оқушылармен жұмыс істеу арқылы оқушылардың тілдік көркемдік тәсілдерді өзінің практикасында қолдана білуге, дағдыландыруға бұл бөлімнің беретін пайдасы өте зор. Үшінші бөлім жанрлар, оның ішіндегі поэзия жанрлары. Негізгі біздің бағдарламамыз ақындыққа баулу болғандықтан біз бұл жерде проза, драма жанрларын алмаймыз, тек поэзия жанрларына тоқтап өтеміз. Бұнда поэзияның үштегі эпос, лирика, драма, сосан кейін ішінен арнау өлеңдер, мысал жанры, ода жанры, баллада жанры, сонет құрылымы, рубай, сатира жанры, поэма жанры сияқты жанрлар жеке қамтылса, төртінші бөлімде ежелгі және қазіргі поэзиядағы байланыстар сөз болады. Онда да біздің әдебиетімізге жат емес ғазал жанры, қасида жанры, мінәжат жанрларда қосып қамтылған. Бесінші бөлімдегі әлемдік әдеби процесс және қазақ поэзиясы туралы. Онда қазіргі поэзиядағы дәстүрден тыс ырғақтық жүйелер, сосын бір ақынның дара стилін анықтау деген сабақ беріледі. Ең соңғы сабақ шығармашылық жұмыс еркін тақырыпта өлең жазумен аяқталады. Өздеріңіз көріп отырғандай, жалпы авторлық бағдарламаның барлық құрылымы осылай. Осы құрылым барлықтарыңызға танысты деп ойлаймын, және жүйелі ертеңгі сабақтарыңызға қолдануға жан-жақты көмегі тиеді деп ойлаймын. Бұл негізі менің бағдарламам 7-ші сынып оқушыларына арналған. Осы бағдарламаны білу тек қана 7-ші сынып емес, 8, 9, 10, 11 сыныпта оқушылары үшін де бұл бағдарламаны енгізуге болады. Практикалық бөлімге өтейік. Онда шығармашылыққа баулуға арналған дайындық жаттығулар. Біз енді өзіміздің мүмкіншілігімізге қарай жұмыстар жасайық. Сөздік қорды дамытуға арналған жаттығулар. Бұнда сөздік қорды дамытудың әртүрлі әдіс тәсілдері бар. Әр мұғалімдерде әртүрлі өзіндік жолдары, жөндері бар. Мысалы, оқушылармен сөздік қорды дамыту үшін жұмбақтар, жаңылтпаштар, мақал мәтелдердің сыңарын табу, мақал мәтелдерді бір-бірінен айыра білу, белгілі бір сөздік қолданыстағы тұрақты тіркестер, олардың мағынасын аша білу,